Усман Дембеле алтын допқа басты үміткер атануға жақын. Реал Камавингамен қош айтыспақ. Суарес Ламин Ямаль мен Мессиді салыстырды. Осы және басқа да ең қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Шығарылым бастамас тұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызда қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Пари Сен-Жерменнің португалдық шабуылшысы Гонсало Рамош Миланға ауысуға бір қадам жақын. Фабрицио Романо таратқан ақпарат бойынша тараптар келісімнің барлық шарттарын толықтай мақұлдады. Осылайша Милан Италиядағы соңғы жылдардағы ең даулы трансферлердің бірін рәсімдеуге дайын. Келісім клубтар арасында да, футболшымен де келісілді. Трансфердің жалпы құны шамамен 80 миллион еуроны құрамақ. Ақпараттар бойынша Рамошқа Миланнан бөлек басқа да көптеген клубтар бақталасқан. Дегенмен бұл бәсекелесте Милан жеңімпаз атанып шықты. Өткен маусымда толық емес 45 матчқа қатысқан Гонсало Рамош 12 голмен 2 нәтижелі пасты еншілеген. Бұл әлем чемпионатында таңғаларлық сенсациялар орын алуда. Кабо Верде құрамасы әлем біріншілігі тарихында алғаш рет плей-офф кезеңіне өтті. Мундиалдың дебютанттары топтық кезеңнің 3-ші турындағы матчта Сауд Арабиясымен кездесті. Бұл ойын турнирлік жағдайды анықтайтын шешуші кездесу болды. Және африкандық құрама өзіне қажетті нәтижеге қол жеткізді. Шешуші матчтың басты қаһармандарының бірі Кабо Верденің қақпашысы Вазине болды. Енді 1-16 финалда Кабо Верде ең ауыр қарсыластардың бірі Аргентина құрамасымен кездеседі. Таңғаларлығы Уругвай құрамасы әлем чемпионатынан ұшып кетті. Көпшілік оларды бұл топтан екінші орында алып, Аргентина қарсыласы атанады деп күткен болатын. Алайда олар бар болғаны 2 ұпайды ғана еншілеп, Мундиалмен қош айтысты. Аргентина демекші олардың бұл турнирде жолдары болуда. Басқалармен салыстырғанда оларға ең жеңіл қарсыластар тап болуда десек болады. Сеткаға назар аударайық. Кабо Верде, содан кейін Австралия немесе Египетпен кездеседі. Тек ширек финалда ғана Португалия немесе Колумбия түсуі мүмкін. Көпшілік Аргентинаға әдейілеп тұрып осылай ыңғайлап берді деген пікірлер жаудырып жатыр. Алайда барлығы тек топтағы орынға байланысты болып жатқанын айта кеткеніміз жөн. Бұл футболда барлығы да бола береді. Бәрі ойбай Аргентинаны FIFA сүйреп жатыр деп отырғанда, ертең Кабо Верде Мессимен қоса ұшырып жіберсе қалай болады? Бәрі де мүмкін. Бұл жерде осал қарсылас жоқ. Амстердамдағы Аякс клубы Барселонаға тиесілі қақпашы Марк-Андре Тер Штегенге қызығушылық танытуда. Sky Sport Germany басылымының ақпараты бойынша голландиялық ұжым дәл қазіргі сәтте бұл қақпашыны жалға алу бойынша белсенді түрде әрекет жасауда. Дегенмен тараптар арасында әзірге ешқандай келісім болмаған. Айта кетерлігі 34 жастағы неміс қақпашысының каталондық клубпен 2028 жылға дейінгі келісім шарты бар. Аякс клубының Тер Штегенді өз саптарына қосып алу бойынша жақсы мүмкіндіктері бар. Біріншіден, Тер Штегеннің Аякстың жаңадан тағайындалған бас бапкері Мишель Санчеспен қарым-қатынасы жақсы. Олар осыған дейін Жирона командасында бірге жұмыс жасаған. Екіншіден, Аякс және де Барселона клубтарының қарым-қатынасы өте жақсы. Бұл клубтарда талай уақыттар бойы тек достық қарым-қатынас байланыстырады. Трансфермаркт порталда Тер Штегеннің қазіргі нарықтағы құнын 3 миллион еуроға бағалайды. Әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі көпшілік асыға күткен ең тартысты матчтарының бірі орын алып, Франция мен Норвегия құрамалары кездесті. Қанша тартысты болғанына қарамастан бұл кездесу екі құрама үшін аса маңызды рөл атқарған жоқ. Өйткені екеуі де алдын ала топтан шығып қойған болатын. Норвегия құрамасы негізгі құрамын шығармады. Француздар норвегтерді 1-4 есебімен тізе бөктіріп, топтағы барлық ойындарын жеңіспен аяқтады. Бұл кездесудің басты қаһарманы Усман Дембеле атанды. Ол 7-20, сондай-ақ 32 минуттарда гол соғып, хет-триктің авторы атанды. Осы қарқыннан таймай Франция ұзаққа шауып, Дембеледе нәтижелі әрекеттерін жалғастыра берсе, онда ол алтын допты кезекті мәрте жеңіп алуға ғажап емес. Кешегі ойыннан кейін оның алтын допты жеңіп алуға деген мүмкіндігі одан бетер арта түсті. Әзірге басты фавориттердің бірінші орнында Харри Кейн тұр. Усман Дембеле үздік үштікке еніп тұр. Осы әлем чемпионатын жойқын бастаған Лионель Месси де үздік ондықтың қатарына еніп үлгеріпті. Қалай ойлайсыздар, алтын допты алуға кім лайықты, әрі кім басты үміткер? Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барселонаның бұрынғы аңыз шабуылшысы Луис Суарес Ламин Ямаль мен Лионель Мессиді салыстырып өтті. Бұл салыстыру орынсыз, олар әртүрлі ойыншылар. Әрине, бұл екеуінің де сиқырлы сол аяқтары бар, таланттары да бірдей. Бірақ та олар мүлдем бөлек ойыншылар. Ламин Мессидің жетістігіне жете алар деген үміттеміз, деп жеткізген екен Суарес.
Айта кетсек, Луис Суарес кезінде талай жылдар бойы Барселона сапында Лионель Мессимен бірге өнер көрсеткен болатын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ламин Ямаль Мессидің кем дегенде жарты жетістігін қайталай алуға қабілетті ме? Пікірге өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Мадридтік Реал клубы французда жартылай қорғаушы Эдуардо Камавингамен қош айтысуы мүмкін, деп хабарлайды ESPN баспасы. Баспаның ақпараты бойынша бұл ойыншыға клубта, сонымен қатар клубтың жаңадан тағайындалған бас бапкері Жозе Мауриньо да сенім артпайды. Аталған португалдық маман Камавинганы негізгі құрам ойыншысы ретінде қарастырмайды. Сол себепті де патшалық ұжым французда жартылай қорғаушыны сатып жіберуге дайын. Негізінен Мауриньо Реалдың сапынан тағы да бір жартылай қорғаушыны көргісі келеді. Алайда дәл қазіргі сәтте Мадридтік Реал ешқандай жаңа трансфер жүргізуді ойлап отырған жоқ. Тек өздерінен қандай да бір ойыншы сатылған жағдайда ғана әрекет етуге әзір. Камавингаға біршама АПЛ клубтарының қызығушылығы бар екендігі айтылуда. Айта кетерлігі, өткен маусымда Эдуардо Камавинга ойдағыдай өткізе алмады, салдарынан әлем чемпионатынан шет қалды. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.